Бірден спортзалға бардыңыздар ма сонда? Иә, менен сұрады, қайда барамыз, может тамақтануға барамыз ба деп қайта сұрап жатыр. Тренировкаға барамыз деп. Сағат 10-да кездесеміз деп келістік бір жерге. Представляете, мен 1 сағаттан астам уақыт күттім. Ринат мырза. Жазатта келе жатырмын, кет қалмаш деп. Bir кезде мен алдым да кет қалды. Өтініш, осындай жағдай болып қалды деп. Содан кейін мен қайтып келдім. Тренировкаға барып, біраз 2 сағаттай ма сол жақта болып, Ол басқа уақыт. Сол жерге барамыз деп келіскеннен кейін 1 сағаттан астам уақыт күтіп қалдым. Негізі онда кездесу керек едік. Аяқ астынан бір срочный шаруалар болып қалып, бейжай қарайтын шаруа емес. Айттым, шаруалармен кездесіп жатып, барамын деп ше. Бірақ 1 сағаттың уақытында кетті ғой. Болмады, кеше сырласуда сөйлесіп, бірімізді сәл жақыннан танығандай болдық. Бұл кісі айтады, не үшін тренировка дейді да. Енді мен қасында да әдем болып жүру керек қой. Кетіріп, кішкене бетін жөндесек, негізі жақсы жігіт болады деген сияқты. Соған артық салмақты қолға алыпсың да жарайды. Бетіңнің бұжырын кетіріп деген сияқты. Ертең оған қалай қарайсың енді? Бірінші артық салмақтан әзір кетпейді ғой, бірінші кетіріп алсын. Кейін енді апарам деп отқаным ғой енді. Бартыр андай нелерге қарсымын жалпы өзі. Видео жасау, музыка қоймай басын қатырмаймын, оның бәрін жігітке тапсырамын, жігіт жасау дегенге. Просто музыка андай жағымды естіледі ғой. 2 сағат қыз баласын күттіріп қою қаншалықты дұрыс деп ойлаймын енді. Ол қыз баласы күткен, мне кажется, дұрыс емес сияқты. Енді бірінші кездесуде сразу. Мен негізі қыз баланы күттірмеймін. Мен өзім күткен жақсы көремін да. Жоқ, жауапкершілікке мен қараймын, Айгүл. Мен келгеннен кейін не жағдай екенін түсіндірдім. Айыбымды жуып шайып үшін, мен әлі ұйықтамадым. Маржанның көңілін қалай аулауға болады екен, айыбымды қалай жуып шайсам екен деп, мен 4 сағат іздедім ғой мен ана сыйлықты. Көрсек болады ма? Көрсетуге болады, негізі көрсетуге болады. Маржаннан анпакинг дейсіз. Қолыңа тағып алсаң, вообще жақсы болады. Қымбат қол сағаттардың бірі. Оның қолына тағып берсеңіз болады. Қазір. Кейін үнемі тағып жүретін боласыз. Керемет сыйлық, жарайсыз, Ринат. Прям Маржан ханымның көңілін табуға прям ұмтылып жатқан көріп жат. Сол бір ниеті ақталмай қалама деп қорқам да. Маржан ханым кішкене шынайы болсаңызшы деймін да. Ұмытпаған сияқтымын, бір жиі ойлайтын болыппын деп отырады да. Сияқты да мына жерде шынымен сіздің тарапыңыздан кішкене бір жасандылық болып тұр. Маржан ханымның кішкене менсінбеушілігі, бір сондай нәрсесі байқалып. Кішкене бізді алдағысы келеді, қатысушыларды, халықты алдағысы келеді. Әйтпесе мың сұрақтың ішінен Тәуіржанды таңдап алып жауап беруде ұмыта алмай жүргенін дәлелдегісі келеді. Болды, солай болады. Мамасына айтып кетіп, ертесіне Тәуіржанға иә деп жауап бергенді ұмытпай-ақ қой. Сәттәулетке тұрмысқа шығуға дайынмын деп айтыппын ба? Жоқ, мен жүгім бәрі дайын деп айтып алып, ертесіне келіп мына жаққа. Мен мамасы мүлде әңгіме болмаған, кішкене абайлап сөйлеңіз, ажырасқансың, сен мынандайсың деп ешқашан артық кетпеген. Зарина үндемейді екен, Зарина артық айтпайды екен деп олай кетпеңіз. Кетейік, Сәттәулет пен Заринаның арасындағы ситуацияны бұдан кейін талқыламыз. Таныстықта болғанымызда әдеттегідей бұл кісіні мен күттіріп қоятынмын. Сол үшін шығар маған кішкене бір 5000 көлемдегі сыйлық беретін. Және Ринатқа да бір басқаша қыз керек сияқты. Кішкене Маржан ханымның осыдан бір ай бұрынғы состояниесіне түсіп қалған сияқты. Енді салмағыңды өзгертіп жатыр, салмағыңды өзгертіп жатсың. Адам баласының түр сипатына олай тиісіп қажет емес деп ойлаймын мен. Ол салмақ деген нәрсе адамның өзінің денсаулығы үшін келетін нәрсе да. Өздеріңнің ботекстарыңмен әрекет жасап сондай қылып жүре беріңдер. Қате болды олдар бұл сендердікі. Еркек адамға сұлулық керек емес та, еркек адамға бір ақыл керек сияқты. Солысымен ол қызды баурап алатын сияқты. Қыз үшін салмағын тастап тастайды деп ойламаймын енді. Бір подаркаға алдана берудің де қажеті жоқ сияқты. Жерде таныстық тоқтайды деп бір үміті жерге тапталып қалатын сияқты Ринаттың. Негізі жігіттің әдемілігі ол қажет емес та. Маймылдан сәл әдемі болса да жетеді деп айтсам да болады да. Мужик ол мужик болу керек. Бұл жайды енді көріп отыр қой. Қызды былай қолында ұстайтын еркекке қатты ұқсайды да. Ендіше өмірде сізге ондай әдемі қыздар қарамайтын сияқты. Менің ойымша, сана красавица и чудовище дейтін фильм тойып келген сияқты. Бұрын келіншегім, сенен қарағанда мықты красавица. Мен 1000 есе әдемі сіздің бұрынға еліңізден. Жоқ, мынау красавица чудовище деген артық сияқты. Еркек адамның, мен еркек болсам мен шыдамас едім ондай нәрсеге, бірақ та еркек адамның арғы жағына личностына өтпей ақ қой.